Сізге звондады ма? Біраз ажырасқысы келген, Жанқош өзі ата-анасымен барлығымен ажырасқысы келген. Ата-анасымен барып, оның ата-анасы кездесіп, сондай ажырасу туралы әңгімелер болған. Бірақ енді сіз қандай арыз жаздыңыз? Сіз енді не күтесіз? Мен жаңағы беттестіру болған ғой, беттестіру болған. 20-сы күні болған беттестіру. Сол беттестіру кезінде ол маған айтты: Алла разылығы үшін кешір, мен сені жақсы көрдім, жақсы көрем, ұнаттым, саған деген сезім бар. Мен сені ешқашан тастамаймын, мәңгілікке бірге боламыз, осылай. Мен саған істеген істерім үшін барлығына жауап берем. Сен психологиялық, бүкіл медициналық жағдайына бәріне мен көмек берем. Осылай, одан кейін 2 миллион теңге мен саған ақша жіберейін деді. Сосын мен айттым, маған ешқандай ақша да ештеңе керек емес дедім. Ештеңе керек емес маған дедім. Мен психологиялық жағдайым бәрі де дұрыс дедім. Детский травма ештеңе жоқ дедім. Ең травма сол салған сіз анаммен осы анамның өмірден өткендігі және осы сен жасағансың деп. Иә, сол менің нақты талабым өз жазасын алса екен деймін, заңды түрде. Ешқандай қазір бүкіл экспертиза барлығынан өттім. Соның жауабын күтіп отырмыз. Сол менің қалауым. Тұраров Жанқош Жасұланұлының жаңағыдай өз жазасын алып, заңды түрде өз ісі үшін, өз ісін өз мойнымен көтергенін сұраймын, талап етемін. Бірақ Жанқош Тұраров кеше алдың күні айтып жатыр да, мен қыздар тез-ақ маған келеді, ешкім зорламайды. Маған жала жауып жатқан кім екенін ең басынан сіздерге айттым ғой. Айтып жатыр, күйеуін жақтап. Ең басынан айттым ғой сізге, ол ең басынан келгеннен бастап, осыдан неше 6,5 жыл бұрын қандай адам еді, дәл сондай адам, ол мүлдем өзгерген жоқ. Енді ол сондай адам еді негізінде, былай айтқан кезде. Скользкий ма? Қандай адам еді? Енді менде қолымда барлық дәлелдемелер бар, бүкіл жазбалар бәрі бар. Егер бұл жағдайға керек болатын болса, мен барлығын көрсетуге дайынмын. Менде барлығы бар. Мен айтып отқан сөздерім бәрі рас. Себебі енді өздерін түсініп отырсыз, ондай отбасыда өспеген мен. Анам осындай адам. Анам сондай адам болған, барлығы осындай өмірде. Мен жай өмірдегі бір қателескен затым сол Жанқошты жақсы адам санап, оны ұнатқандығым, соған пәктігімді бергендігім, сол өмірдегі ең үлкен қателігім сол деп түсінемін. Суреттеріңіз бар ма? Бірге түскен, переписка? Әрдайым ол менімен суретке түскісі келетін, бірақ мен білмеймін, мен солай тәрбиеледі ме анам. Ондай заттардан аулақ едім мен әрдайым. Сурет жоқ бірге? Суретке түсуден бас тартатын мен өзім. Өз түскісі келетін. Төсектес болып тұрып, неге суретке түспейсіз? Суретке түскім келмеді, мен ондай заттарды, мен андайға қарсымда, оның әйелі бар. Сол үшін мен олай суретке дәлелге керек қой сізде? Дәлелде менде басқа дәлелдер бар, куәгерлер бар. Сон барлығын айтады. Мен айтып отқан заттарым барлығы шындық. Кірген видеосы камерада бар шығар, енді білмеймін, ол пәтердің нелері біледі ғой, жаңағы үйдің. Сіз сол арызды пишем. 4 шілде күні түскенде. 4 шілде күні түскен. Жанқош емес, басқа адам болды ма? Қалай болды, соны айтыңызшы. Ол жағдай болған. Қашан болды? Ол жағдай сол жаңағы 4-ші күні арыз түскен уақытта сол күні болған. Менің ойым бойынша осы жағдайдың барлығына Жанқоштың қатысы бар деп түсінемін. Себебі сондай ойым бар менің. Сондай ойым бар, солай түсінем. Себебі ол менің артымнан Ақтауға кетсем де қалмай кетті. Грузияға кетсе де Грузияға шақырып, мен Грузиядамын келші деп сөйтіп жүрді. Ол кездегі заявление жазғанда. Қонаевқа сіз бара жаттыңыз ба, келе жаттыңыз ба Қонаевтан, соны айтыңыз? Сол оқиғаны айтайықшы, өйткені ол жерде полицияда комментарий берген, күдіктілер ұстап алды дейді ол жерде. Қонаевтан мен басқа адамдар ма түсінбедім. Сол менің ойымша сол Жанқоштың қатынасы бар сияқты сол жағдайға. Жанқош емес, енді солай ойладым мен, сондай бір ойларым бар енді. Қонаевқа бара жаттыңыз ба, әлде қайтып келе жаттыңыз ба? Жоқ, Қонаевтан қайтып үй жаққа қарай баратқам. Қай жерден шығып едіңіз? Сол Қонаев қаласында болғам, құрбыммен кездескенбіз, құрбым екеуміз ресторанда тамақ ішіп отырғанбыз. Жоқ, мен ішімдік көп
жалпы ондай ішпеймін, ішімдікке Сол ондай күні? жоқпын. Сол күні бір коктейль ғана ішкем. Коктейль, пина колада деген коктейль ғана бір стакан ішкем. Бірақ ешқандай есімнен танған жоқпын, масайған жоқпын. Жай ғана үйіме кетіп бара жатқан адам едім Ал ғой. көлікті сіз жолдың бойында тұрып тоқтаттыңыз? Жолдың бойында тоқтаттым, себебі телефоным өшіп қалған еді ғой. Сол үшін жолдың бойына Сөйтіп тоқтаттым. отырдыңыз, ол жерде бір ғана жүргізуші. Подругам айтты, кетпе, қал, қайыққа баратсың деді. Мен айттым, мен үйге барғым келіп жатырмын дедім. Түн ба? Сол түнгі уақыт. Енді ары қарта түнгі уақыт дегенде сол ресторанға барғам ғой. Трубымен отырғам ресторанда. Енді ары қарта бұл жағдай туралы мен комментарий бергім келмейді. Себебі өзің түсініп отырсың, мен шаршадым. Уже өзім сондай состояниедағы адаммын, депрессивный. Осындай жағдайдан. Андай ғой енді, негізі сол рас нәрсе болған ба, әлде Жанқоштың бір нелер ұйымдастырған сол мен көрінгенге заявление жаза беретін адам көрсету бір сондай мақсатында мені солай жіберіп отыр деп ойлаймын сол адамдарды. Сондай ойым бар, менің күдігім бар сондай. Оқиға Солай болған ойлаймын. Қонаевтағы оқиға болған, иә. Ондай болған. Көлік жүргізушісі зорлады ма сонда? Көлік жүргізушісі дегенде, иә, сол көлік жүргізіп отқан. Қалай болды? Ол жолдан тоқтады ма, әлде қалай болды? Сол жағдай туралы мен қазір ақпарат бергім келмейді. Өте шаршап отырмын, эмоционалды. Жағдайым, жай-күйім өте қиын. Егер қажет болса басқа уақытта. Себебі бұл оқиға Жанқоштың оқиғасына негізі қатынасы жоқ оқиға, бірақ мен күдігім бар сол Жанқоштың жіберген адамдары ма деген сондай ойдамын, иә, күдіктімін сондай, иә. Сондай ой бар менде. Жақсы, Анар Рухан, бағанағы оқиға дәлдеп кетейікші, заявление жазғаныңызға. Иә. Соңғы маңызды сізге. 12 тамызда келді сіздің пәтеріңізге, иә, өз аяғымен келді. Иә. Сіз оны шақырған жоқсыз? Жоқ, мен оны шақырған жоқпын. Өзі звондады, сообщение. Жоқ, енді біз сөйлесек дедік қой. Ол маған үйленейік деп жүрді. Ол менен сұрады. Мен оған, иә, әңгіменің басын ашып алу үшін ғана мекен жайым жібердім әрине. Иә, әңгіменің бас жайын мәнін білу үшін ғана мен оған шақырғам. Мен басқа жоқ. Можно, да? Да, можно, конечно.